25 o kocaman bulu kaytıp gelmese жатлықна. Қазақ өнерінің іргетасын қалаушылардың бірі, әнші Қали Байжанов 1877 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылып, жоқшылық көріп өскен ол еңбекке жастайынан араласады. 15-де Екібастұзда кенші, Желтауда тас қалаушы болып еңбек етті. Әншілік дарыны ерте оянып, ауыл арасында әнші бала атанған. Тұрмыс жағдайын бірте-бірте түзей бастап, ел ішіндегі ең таңдаулы әншілердің жанына еріп, олардан ән үйренуге ұмтылады. Әншілік жолына бағыт-бағдар беріп баулыған, өзіндік ән айту мәнерін қалыптастырған белгілі халық ақыны, композитор, арқа еліне атағы жайылған Жарылғапберді Жұмабайұлы болатын. Қали Байжанов аспандағы аққуға үнін қосқан атақты әнші, Біржанның шығарған әсем әндерін өз аузынан естіп, одан үлгі алды. Әйгілі халық композиторы Жаяу Мұсаның да алдында бірнеше рет ән айтқан. Көңілінен шыққан жас Қалиға өзінің бірсыпыра әндерін үйретеді. Солардан Кідігай, Қоңыр, Толқыма, Хаулау, Сапар және Ақсиса атты әндері әнші репертуарынан мәңгілік орын алады. Сонымен қатар Қали ұлы ақын Абайдың да алдында ән салған. Кемеңгер ақын жас әншінің өнеріне риза болған. Қозыкенің Топай көк, Шама Нұрұлының Шама, Ақан серінің Сырымбет құлагер, Біржан Салдың Жамбота, Бүркітбайдың Ақбет әндерімен қоса халық әндерінде асқан шеберлікпен орындады. Қали Байжанов 1924 жылы әншілердің Семейде өткен шығармашылық конкурсына қатысады. 1927 жылы Александр Затаевичтің ұйымдастыруымен Мәскеуде өткен тұңғыш этнографиялық концертке қатысқан аз ғана топтың ішінде Қали Байжанов болды. Ол үлкен театрда кеңестердің бүкіл одақтық 4-ші съезі делегаттарының алдында концерт тобымен бірге өнер көрсетеді. Алғаш ұйымдастырылған драма театрда біраз уақыт әртіс болып, кейін бірыңғай әншілік өнерге кетеді де, ұзақ уақыт Қарағандыда облыстық радионың және Орлов басқаратын хордың жеке дауыстағы әнші солисті болып қызмет атқарады. Әнші өнердің асқарына өзі ғана шығып қана қоймай, басқалардың да шеберлігін жетілдіруге ерекше мән берген адам. Бүкіл қазақ қауымына аты мәлім Жүсіпбек Елебековтен бастап Мағауия Көшкінбаев, Нығман Әбішев, қарағандылық Рахметжан Ыбыраев, Зәбира Жұбатова, Мұрат Толбаев сияқты үздік әншілер де Қали Байжановтың шәкірттері. Қали Байжанов әншілік салада мол мұра қалдырды. Қазақ ұлттық академиясының қорында 50 шақты қазақ әндерін үн таспаға жазып қалдырған. Ұзақ жылдар өнер саласында сіңірген еңбектері үшін 1938 жылы Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі, 1945 жылы Қазақстанның халық әртісі деген құрметті атаққа ие болды.